Видео өкпе анатомиясына арналады. Өкпе пульмо грекше пневмон. Яғни өкпенің қабынуы, сол үшін де пневмония деп аталады. Пневмон сөзінен шыққан. Өкпе тыныс алу жүйесінің ең негізгі мүшесі болып табылады. Осы жерде газ алмасу жүреді. Ол кеуде қуысында кавитас торацикада орналасатын плеврамен қапталған, яғни өкпе қаппен қапталған жұп мүше болып табылады. Өкпенің сыртқы пішіні кесілген конус тәрізді. Оның біз ажыратамыз, ұшын ажыратамыз, апекс пульмонис, және негізін ажыратамыз, базис пульмонис. Апекс пульмонис бірінші қабырғадан 3-4 сантиметр немесе бұғанадан 2-3 сантиметр, яғни жоғары орналасады. Яғни компакт торацистан өкпе ұшымыз, оның негізі мінекей, базис пульмонис. Бұл жалпақ көкетпен беттесіп орналасатын бөлігі болып табылады. Өкпенің біз 3 бетін ажыратамыз. Оның қабырғалық беті, фациес касталис, және де көкірекаралық беті, фациес медиастиналис, немесе фациес медиалис деп атаймыз оны. Және де үшінші диафрагмальды беті, фациес диафрагматика. Дәл соған сәйкес оның 3 жиегін ажыратамыз. Бірінші жиегі марго антериор, екінші жиегі ол марго постериор, және үшінші жиегі марго инфериор. Мына жақтың барлығы да марго инфериор болып табылады. Енді бірінші өкпенің қабырғалық беті, мына өкпенің сыртқы қабатынан қарап тұрған бетін біз қабырғалық беті деп атаймыз. Не үшін қабырғалық беті, яғни фациес касталис деп аталған? Себебі бұл ішкі кеуде шандырымен және де қабырғалармен өзара беттесіп жатады. Сол үшін де қабырғалардың батыңқылары айқын көрінеді, осы натуральды препараттан қарасаңыздар. Сол үшін де өкпенің бұл бетін қабырғалық беті деп атаған. Келесі өкпенің медиальды беті, фациес медиалис, негізінен 2 бөлікке бөлінеді. Бірінші бөлігі парс вертебралис, яғни омыртқалық бөлігіне артқы жағынан, және алдыңғы жағынан көкірекаралық бөлігі парс медиастиналис бөлігіне бөлінеді. Сонымен қатар осы медиальды бетінде біз өкпенің қақпасын, хилюс пульмонисті ажыратамыз. Көкеттік беті, фациес диафрагматика, ойыстау келеді, және де көкетпен шектесіп орналасады. Енді өкпенің әрбір жиектеріне тоқталатын болсақ, алдыңғы жиегі, ол өкпенің мына жер бізде, мынау енді медиальды поверхностьтан көрсетілген сурет. Мына жер бізде мынау марго антериор болатын болса, мына жер бізде фациес касталис болады. Яғни бұл өкпенің қабырғалық бетімен медиальда, яғни көкірекаралық бетін өзара бөліп тұрушы жиек болып табылады. Сол өкпенің алдыңғы жиегінде бұл ойыстанады. Себебі сол өкпе бізде жүрекпен шектесетін болады. Оны қазір скелетопиясын айтқанда тағы да бір ескереміз. Және де осы сол өкпенің маңында, яғни ол инцизура, мінекей, мынау алдыңғы жиегі. Мынау сол өкпе. Осы сол өкпеде бізде инцизура кардиаканы түзе орналасатын болады. Әрі қарай ол тіліктен кейін, мінекей, мына жерінде лингуля пульмониспен шектесетін болады. Әрі қарай ол төменірек уже өкпенің көкеттік бетімен шектесетін болады. Былай қарай. Енді өкпенің төменгі жиегі марго инфериор деп аталады. Ол мына көрсетіп тұрған фациес касталисті
және де фацис медиастиналисті фацис диафрагматикадан бөліп тұрушы жиек болып табылады. Мінекей сыртқы пішіні жағынан жартылай шеңберге ұқсас төменгі жиегі. Және артқы жиегі маргопостериор также көкірекаралық бетті қабырғалық бетінен артқы жағынан бөліп тұрушы болып табылады. Мінекей мынаның арты қабырғалық бет болып табылады. Сонымен қатар біз екі өкпеде екі түрлі саңылауды ажыратамыз. Фиссура обликова, қиғаш саңылау. Мінекей ол мынау. Қазір ол жайлы тоқталамыз. Және де тек оң өкпеде кездесетін горизонтальды саңылау, фиссура горизонталис. Енді бірінші фиссура обликова, яғни қиғаш саңылаудан бастайық. Бұл қиғаш саңылау оң және сол өкпе қақпасы, мінекей хилиус пульмонис, оңға да солға да ортақ. Дәл осы хилиус пульмонистің артқы қапталынан үшінші кеуде омыртқасының тұсынан бастау алатын болады. Және де саңылау өкпенің қабырғалық бетімен төмен және де алға қарай бағытталатын болады. Сөйтеді, алтыншы қабырғаның тұсына жетеді. Алтыншы қабырғаның тұсына жеткеннен кейін ол мына қабырғалық бетке өтеді де, мінекей. Мына қабырғалық бетке өтті. Мына жақтан шықты, қабырғалық бетке өтті. Және де қайтадан медиастинальды бетке ұласатын болады. Сөйтеді де қайтадан хилиус пульмониске келіп аяқталады. Дәл осы бөлік арқылы екі өкпеде жоғары бөлікке және төменгі бөлікке бөлінеді. Мінекей жоғарғы бөлігі және төменгі бөлігі. Лобус супериор, это лобус инфериор. Және де оң өкпеге тән горизонтальды саңылау, фиссура горизонталис пульмонис декстра деп аталады. Бұл саңылау также хилиус пульмонистан бастау алатын болып табылады. Және де әрі қарай оң өкпенің қабырғалық бетінен шығады. Сол жерде төртінші қабырғаның тұсында линия аксилярис медиаға дейін созылып жататын болады. Дәл осы горизонтальды саңылау арқылы оң өкпе тағы да үшінші бөлік, яғни лобус медиусқа бөлінеді. Яғни сонымен оң өкпе үш бөлікшеден тұратын білдік: жоғарғы, ортаңғы және төменгі. Ал сол өкпе тек екі бөлікшеден тұрады: жоғарғы және төменгі бөлікшелерден. Екі өкпенің мына көкірекаралық бетінде біз айттық, жаңа хилиус пульмонис орналасады деп. Бұл хилиус пульмонистен артериялар және де бронх кіреді, сонымен қатар лимфа тамырлары және де вена сыртқа қарай шығатын болады. Бұл жерде екі өкпеде сонымен қатар жаңағы атап өттік, екі өкпені бір-бірінен ажырату үшін біз саңылауларын қарауымызға болады. Сыртқы көрінісінен да, яғни оң өкпе үш үлеске бөлініп тұруы мүмкін, сол өкпе екі үлеске бөлінгенін көреміз сыртқы көрінісінен. Ал енді біз тағы да екінші ерекшелігін білуіміз керек. Екі өкпені бір-бірінен ажырату үшін олар осы өкпе қақпасына қарап біз ажыратамыз. Оң өкпеде бірінші бронх орналасады, бронхус принципиалис. Одан төменірек артерия пульмоналис орналасады, және одан төменірек вена пульмоналис орналасады. БАВ бұл оң өкпеге тән белгі. Ал сол өкпеде бірінші артерия орналасады, артерия пульмоналис. Одан кейін бронхус принципиалис синистра орналасады, және де вена пульмоналис орналасады. АБВ, яғни бұл сол өкпеге тән. БАВ
яғни бронх артерия вена оң өкпеге, артерия бронх вена АБВ сол өкпеге тән болып келеді. Осы екінші ерекшелігі ажырату үшін. Бұл енді өкпенің сыртқы бетінің көріністеріне келетін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай өкпе сыртқы жағынан жылтыр болып келеді, тегіс болып келеді және дымқыл болып келеді. Сыртқы жағы сірлі қабық, туника серозамен қапталатын болады. Сыртқы бетінің түсі жас балаларда қызғылт түсті, ересек адамдарда уже қоңырлай бастайды, себебі әртүрлі пигменттер жиналады. Енді өкпенің топографиясына келетін болсақ, өкпе айттық, біз голотопиясының кеуде қуысында орналасатын жұп мүше деп айттық. Ал енді оның скелетопиясына келетін болсақ, бірінші өкпе ұшы, мінекей бұғана сүйегінен 2 сантиметрге, ал бірінші қабырға сүйегінен 3-4 сантиметрге дейін жоғары орналасатын болады. Әрі қарай артқы жағынан қарағанда, мінекей артқы жағынан қарағанда, мынау 7-ші мойын омыртқасын алып тастаған, сол 7-ші мойын омыртқасының көлденең өсіндісінің маңына сәйкес келетін болады. Мінекей, мына жерде бар екен. Мынау 7-ші мойын омыртқасы осының көлденең өсіндісінің маңына артқы жағынан өкпе ұшы сәйкес келеді. Енді әрі қарай оң өкпенің және сол өкпенің скелетопиясын біз жеке-жеке қарастырамыз. Бірінші оң өкпе скелетопиясы. Бірінші ол марго антериорынан бастайтын боламыз. Бұл марго антериоры оң өкпенің қабырғалық беті мен көкірекаралық беттерінің өзара байланысатын жерінде үшкірлеу болып орналасатын болады. Және оң өкпенің ұшынан, яғни төс бұғана буыны, мінекей артикуляция стерна клавикуляристің артқы бетіне қарай қиғаш өтетін болады, және де линия медиана антериорға жетеді. Осының бойымен ол төмен қарай түсетін болады, және де алтыншы қабырға шеміршегінің тұсында ол оң өкпенің төменгі жиегіне қарай жалғасатын болады. Оң өкпенің төменгі жиегі, яғни марго инфериор, оң өкпенің қабырғалық беті мен көкеттік беттерінің өзара байланысқан жерінде деп айттық. Ол әрі қарай енді мына 6-шы қабырға аралық шеміршектің артында орналасады деп айттық. Ол әрі қарай енді төмендей береді. Яғни бұл дәл осы аймақта, яғни 6-шы қабырғаның шеміршекті бөлігінде линия стерналиске өтетін болады, әрі қарай линия парастерналиске өтеді. Сонымен қатар ол мынау сызықшаны біз атаймыз линия медиаклавикулярис деп атаймыз. Осы жаққа қарай өтеді. Әрі қарай ол 7-ші қабырғаның тұсынан линия аксилярис антериорға өтеді. Сонымен қатар әрі қарай линия аксилярис медиаға өтеді. Сосын барып 8-ші қабырғаның тұсына қарай келген кезде ол линия аксилярис, мына жақта сызықтар жүргізілмеген, линия аксилярис постериорға өтетін болады. 9-шы қабырғаның тұсына келген кезде линия скапуляриске келеді. Мінекей. Әрі қарай ол 10-шы қабырғаның тұсында линия паравертебралиске келетін болады. Әрі қарай ол 11-ші қабырғаның тұсында оң өкпенің артқы жиегімен өзара жалғасып кететін болады. Келесі оң өкпенің артқы жиегі марго постериор, ол 2-ші қабырға басының тұсынан 11-ші қабырғаға дейінгі аралықтан орналасатын болады. Бұл бізде оң өкпенің жалпы скелетопиясы. Енді келесі сол өкпенің скелетопиясы. Сол өкпенің скелетопиясы марго антериорында өзіндік бір ерекшеліктер болады. Соның ішінде ол да жаңағы өкпе күмбезі, өкпе ұшының айттық оң өкпе сияқты сол жолын қайталайды. Артикуляция стерноклавикуляристің артқы қапталына өтеді, линия медиана антериордың тұсына қарай келетін болады. Әрі қарай ол 4-ші қабырғаның тұсына келген кезде күрт былай
солға қарай иілетін болады. Себебі мына сол өкпенің осы жағында, яғни 4-ші 6-шы қабырғаның тұстарында жүрек орналасатын болады. Сол жүрек орналасқан үшін сол өкпе былай ығысқан сол жаққа қарай. Яғни 4-ші қабырғаның тұсынан ол солға қарай иіледі және де 5-ші, 4-ші, 6-шы қабырғаның аралығында ол сол жақта жатады және 6-шы қабырғаның тұсына келген кезде ол қайтадан жаңағы линия парастерналиске жететін болады. Осы линия парастерналистің тұсында ол сол өкпенің төменгі жиегіне ұласатын болады. Енді сол өкпенің төменгі жиегінде мінекей мынау оң өкпенікі, жаңа сіздер осыдан көрсеттім, кешіріңіздер. Мынау сол өкпенікі төменгі жиегі. Оң өкпе мен сол өкпенің төменгі жиегінде тек бір ғана айырмашылық бар. Мына сол өкпе оң өкпеге қарағанда бір қабырға төмен қарай бекитін болады. Яғни шамамен 12-ші қабырғаның тұсына қарай келген кезде төмен қарай бекиді. Ерекшелігі тек сол ғана. Ал артқы жиегінде ешқандай да ерекшелігі жоқ. Тура сол оң өкпенікін қайталайтын болады. Енді келесі өкпенің сегменттік құрылысы. Өкпе енді әрі қарай біз айтқан болатынбыз. Мінекей жаңағы біз айттық та, осы хилиус пульмонис арқылы бізде бронхтар кіреді, бронхус принципиалистарды алдыңғы видеода қарастырған болатынбыз. Бронхус принципиалистар 3-ке бөлінетін болады. Сол оң өкпеде 3-ке, сол өкпеде 2-ге бөлінеді, 2 тармаққа. Яғни ол сол қандай бөлікшелерге бөлініп тұр, соған байланысты. Мінекей мына жерде 2 тармақшаға бөлініп тұр, ал мына жерде 3 тармақшаға бөлініп тұрғанын көріп тұрмыз да. Енді әрі қарай бұл бронхус принципиалистер өкпенің ішіне, яғни таралу керек. Ол үшін бізде өкпені жеке сегменттерге бөлініп, белгілі бір заңдылықпен таралған екен. Әрбір өкпеде негізінен 10 сегмент бар деп қарастырамыз. Оң өкпенікі 10 сегмент, сол өкпенікі 10 сегмент. Общий айтқанда 20 сегмент. Бұлар енді сегменттер әр өкпені қарастырғанда әр үлесін жеке қарастырамыз. Себебі жаңағыдай бронхус принципиалистан олар жеке бронхтар алатын болады. Және де бұл сегменттер өзара бір-бірімен сегмент аралық дәнекер тіндер арқылы, сонымен қатар ірі жалпы қан тамырлар және нервтер орналасатын болады бұлардың ішінде. Әрі қарай енді осы сегменттерге тоқталатын болсақ, бұл сегменттер бірінші біз халықаралық жүйе бекіткен бойынша оң өкпенің сегменттерінен бірінші бастаймыз. Мінекей мына көріп тұрғандарыңыздай бірінші жоғарғы сегменттерден бастаймыз, жоғарғы үлесінің. Бірінші сегментін біз атаймыз сегментум апикали деп атаймыз. Екінші сегмент, мінекей, бұл сегментті біз атаймыз сегментум постериус деп атаймыз, яғни артқы сегмент, мінекей. Үшінші сегментіміз бұл алдыңғы сегмент, сегментум антериус. Осымен бізде осы 3 сегмент бізде жоғарғы үлесінің сегменттерін құрайды. Келесі бұл ендігі ортаңғы үлесінің сегменттері, ортаңғы бөлігінің. Латеральды сегменті, 5-ші номермен көрсетілген, сегментум латерали, және медиальды сегменті, сегментум медиали. Осы 2 сегменттен тұратын болады. Ал енді төменгі үлесінің сегменттері 4 сегменттен тұрады. Бірінші сегменті ұштық сегменті, сегментум апикали. Мынау бізде сегментум апикали, бірақ ол жоғарғы үлестікі екен. Ал мынау сегментум апикали, ол төменгі үлестікі екен, ұмытпау керек. Одан кейін сегментум базали медиали, ол бізде көрінеді, мінекей, мынау диафрагмальды беттен және де осы диафрагмальды беттен көрінеді көбінесе.
Және де келесі үлесі ол сегментум базале антериус, 8-ші сегмент. 9-ші сегмент сегментум базале латералис. Және 10-ші сегмент сегментум базале постериус. Мінекей мынау сегмент. Осындай 10 сегменттен оң өкпе тұрады. Келесі енді сол өкпе. Сол өкпеде де біз ажыратамыз 10 сегментті. Бірінші жоғарғы үлесінің сегменттеріне келетін болсақ, бірінші сегмент ұштық артқы сегмент сегментум апика постериус. Яғни бұлының бір ерекшелігі, бірінші сегмент және де екінші сегментті көбінесе екеуін бірге қарастырып жібереді. Мінекей мынау. Мына жерде төртінші сегмент екеуін бір түстес қалып қойған сияқты. Осылай қоршалады. Немесе міне былай. Бірінші, екінші сегмент. Сол өкпеден. Келесі алдыңғы сегменті сегментум антериус. Келесі сегменті жоғарғы тілшелік сегмент сегментум лингуляре superius. Және келесі төменгі тілшелік сегмент сегментум лингуляре inferius. Осындай сегменттерден тұрады жоғары үлесі. Енді келесі төменгі үлесіне келетін болсақ, төменгі үлесінде де жоғарғы ұштық сегменті сегментум апикале, медиальды базальды сегменті. Бұл жерден мінекей, мына жерден көрінеді. Также сегментум базале медиале және де латеральды базальды сегменті мінекей мынау. Одан кейін сегментум базале постериус. Мінекей мынау. Осындай 10 сегменттен құралатын болады. Енді әрі қарай өкпенің микроскопиялық құрылысына жалпы тоқтала кетсек, негізінен оны гистология курсында толығырақ қарастырасыздар. Бірінші жалпы өкпе көріп тұрғандарыңыздай бронхус принципиалиске бөлінген болатында, осылар кіреді. Бронхус принципиалис декстра et sinistra әрі қарай бронхус лабариске бөлінеді, яғни үшке. Бронхус лабарис superior, бронхус лабарис medius inferior, бронхус лабарис sinistra superior, sinistra inferior дегендей. Әрі қарай бұл бөліктік бронхлар сегменттік бронхларға бөлінеді. Яғни мына каждый сегменттерге кіретін бронхлар болады. Бронхус сегменталис деп аталады. Бронхус сегменталистер әрі қарай бронхус субсегменталиске бөлінеді. Яғни сегменттің ішіндегі бронхтарға бөлінеді. Сегменттің ішіндегі бронхтар әрі қарай сегментарлы бронхтар және субсегментарлы бронхтар. Субсегментарлы бронхтар әрі қарай өкпе бөлшектеріне жететін болады. Өкпе бөлшектерін біз атаймыз лобули пульмоналис секундари, яғни екіншілік өкпе бөлшектері деп атаймыз. Осы екіншілік өкпе бөлшектері әрі қарай аяқтарда құрайды терминальды бронхиолаларды. Бронхус терминалис, яғни ең соңғы бронхиолалар дегенді білдіреді. Осы терминальды бронхиолалардың ұшында бізде альвеолалар орналасады, яғни дуктули альвеолярис. Олардың құрылысын, яғни гистология курсында мынадан да ашық қылып көрсететін болады. Осы жерден, яғни альвеолярлы көпіршіктерді құрайтын болады, дуктули альвеолярис. Және де әрі қарай осы альвеолярлы түтіктер көпіршік қалталарын, яғни жүзім шоғырына тәріздес көріп тұрғандарыңыздай көпіршік қалталары сакули альвеоляристі түсетін болады. Осы бөлікті біз атаймыз өкпенің ең кіші құрылымдық бірлігі ацинусы деп атаймыз. Осыған дейінгі, яғни мынау сіздерге тек бір бөлігін ғана бөліп көрсеткен
Ал енді мынау кәдімгідей интернеттен фотосын ашып қарайтын болсаңыздар, өте үлкен, өте көп жүйе болып табылады. Себебі альвеолалардың, яғни біздің өкпедегі құрылысы, жалпы олардың саны 300-350 миллиондай болып келеді. Осындай құрылысты болып келетіндіктен бұны альвеола ағашы деп атаймыз. Осылардың барлығында. Арбор альвеолярис. Назарларыңызға рахмет.